Көп кәсіпкерлер мына нәрселерді жасырады. Осы видеоның соңына дейін көр, көп кәсіпкерлердің жасырып жүрген нәрсесін білетін боласың. Сәлем, есімім Меруерт Жорағызы, даму бала білім эксперті боламын. 3 жылдан бері мен Озат оқу орталығын жүргізіп келе жатырған кәсіпкермін. Және де айтқым келеді, егер сен енді кәсіпті бастап келе жатырған болсаң, және де Инстаграмнан, Ютубтан кәсіпкерлерді көріп жүрсің да, оларды бір счастливый өмірін, всегда бар жақта успехті көрсетіп жатқанын, бірақ біл, оларда да барлығы күнделікті идеальны бола бермейді. Олар да үйіне үлгере алмай жатады. Сен ойлап отырған шығарсың, 5 балам бар, 4 балам бар, оларды тастап қандай кәсіп ашамын, мыналарға кім қарайды деп, иә? Менің де 5 балам бар. И сол 5 баланы всегда олардың жаңағыдай көңіл күйлері күшті, бәр жақтары қарны тоқ, всегда көйлектері көп болады жүреді деп ойлама. Олардың да иногда қарны ашып отырып қалатын кездері болады. Үйіңді жинай алмай, шашылып жататын кезеңдері болады. Тамағымызды кешіп қалатын кезде болады. И это нормально. Барлық нәрсе идеаль емес. Я біз Инстаграмда кейбір кезде бір күшті бақытты сәттермен ғана бөлісетін шығар көп кәсіпкерлер, бірақ минуспен де бөлісіп отыратындары баршылық. Мен де үлгере алмай жатқандарымды көрсетіп отырамын. Мысалы, прямой эфир өткізіп жатырсың, ал сенің артыңда бұғып жатқан кухняң болуы мүмкін. Мына жақта төсектеріне әлі ұйықтамаған балдарың жүру мүмкін, сағат 11 болса да. И ондай нәрсе нормально. Всегда бизнесмендер барлық жана идеально бола бермейді. Олар да чувство вины сезінеді. Балаларым қараусыз қалып жатыр ма? Әйелі болып жарытпай жүрген сияқтым күйеуімнің, всегда тамағы вовремя дайын тұрмай қалып жатыр. Немесе оқуымды бастадым, мына курсты нәтиже шығарамай жатырмын. Құдай-ай, соны неге алдым екен? Ақшамды минусқа кіріп кеттім ғой деген сияқты өзін жеу, да? Бұндай нәрселер болып тұрады. Кейде инстаға шыққың келеді, бірақ ерініп қаласың, да? Сторис жүргізу керексің, по идее, бірақ сенің басың ауырып қалады деген сияқты. Ол нормально бола беретін нәрселер. Сондықтан да, егер кәсіпті бастағың келіп тұрса, бірақ осындай бір минусқа кіріп кетуден қорқатын болсаң, мен айтар едім, қорқынышты жеңді, бастай бер деп. Себебі барлық кәсіпкерлерде бұндай жағдайлар бола береді. Кейде білім алып жатырғанда, сол моментте сен результат көрсетпеуің мүмкін, да? Мысалы, жылдам оқу техникасын ашқан шығарсың да, алған шығарсың, және де балаға репетитор болуды, бастауды ойлап жүрген шығарсың. Немесе оқу орталығы ашудың жолын іздеп жүрген шығарсың. Кез келген білімді алып, бірден результат шығармауың мүмкін. Это нормально. Кез келген кәсіпкер нөлден ашып, бірден атып кетпейді, бірден күшті болып кетпейді. Оның да сүрінетін, құлайтын жағдайлары болады. Кәсіпкер болғаннан кейін осындай нәрселерге тура қарай алу керек. Және де жауапкершілікті өзіңе ала алу керек. Ерініп жатыр екенмін деп жүре беруге де болмайды. Сен оны мақсатыңды жаздың ба, четко анық жазып алуың керексің. Қайда бара жатырмын, кім болғым келеді, не істеуім керекпін, иә? И осы бір қойылған мақсаттарды нақты әрекеттерге бөліп тастау керек. Бүгін мынаны істеймін, ертең мынаны істеймін, 3 айда мынандай результатқа жетуім керек. И сен егер дисциплина деген нәрсені ұстап алсаң, постоянно істегім келіп тұрма, келмей тұрма жасайтын болсаң, әрекеттерді тоқтатпаудың арасында сен белгілі бір нәтижеңе міндетті түрде жетесің. Кез келген кәсіпкердің бойында осындай ауытқып кететін ситуацияларда болады, жаңа жоғарыда айтылған. Но бірақ оған осы дисциплинаның арқасында жеткіміз мүмкін, иә? Жетеміз міндетті түрде. Енді оқу орталықты ашқың келіп жүрсе, қалай ашатын жолын білмей жүрсең, менің каналыма тіркеліп алып, бұл каналда оқу орталық ашудың, мемлекеттен субсидия алудың, көмек алудың жолдары туралы айтылады. Описаниеде мен саған сондай бір пайдалы видеомен бөлістім. Міндетті түрде тіркеліп ал. Бүгінгі видео пайдалы болса, лүпіл басуды ұмытпа. Сау.